Қымбатты достар, бүгін біздің студияда қонақта Әлмұхамбетов Берікжан Айтқұлұлы, педагогика ғылымының профессоры, өзінің асыл ойымен бізбен бөлісуге дайын деп ойлаймын. Ағай, уақыт тауып келгеніңізге үлкен рахмет. Біздің бүгінгі сізбен кездесуіміздің де негізгі өзегі 5 қараша күні Ұлттық құндылықтар академиясының іргесін қалап, зиялы қауым жиналып, біраз ой тастап, ой жүгіртіп, соның бастамасын бастаған болатынбыз. Өкінішке орай, біздің айыбымыздан сіз келе алмай қалдыңыз, айтылмайды уақытында, бірақ әлі де кеш емес. Сіздің асыл ойыңыз бұл мәселе туралы айтарыңыз көп деп ойлаймыз, оған сенеміз. Қалыңыз қалай қазір өзіңіздің ойыңызбен бөлісуге дайынсыз ба? Ұлттық құндылық дегенде адам баласы бұған немқұрай қарау бұл үлкен күнә. Өйткені қазіргі кезде адамзат баласының өзі қалыптасуы қазір кез емес-ау, ежелден. Енді бәріміз осы үлкендердің жаңағы нәрлі сөзімен құлағымызды сусындырып өскен жандармыз. Сондықтан да оның барлығы бойға қуат болды. Соның нәріменен, соның жаңағы күшіменен кейін келе біліммен ұштастырып, сол көкірегі шот кезіндегі мектепте оқығандағы ұстаздарымыздан алған дүниелердің барлығы бойымызға қуат болды. Одан кейінгі мынау білім алған кезде зиялы қауым, кәдімгі ұстаздар болған, барлығының бірі бар, бірі жоқ дегендей сол кісілерменен менде қауышып үлкен бойға ол да қуат болды. Соның енді қазір өзімізде бала емеспіз, қалыптастық. Ал енді ұлттық құндылық деген бұл адам баласының жадындағы жүрген ең бір көкейтесті мәселе. Сондықтан да бұған өте мұқият қарап, осының құндылығын жоғалтпай, осыны қазір мынау жастарға білім дәнін, тәрбие, ізгі дәнін сол жаңағы себіп, соларға бойына күш қуат болса дегендей дүниелерменен жүрген жағдай. Сондықтан да қол қусырып отырған жағдайымыз жоқ. Мен де мынау Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте дәріс берем. Сондықтан да өмірі солдағы алған, білімдегі алған, ғылымдағы алған нәрлердің барлығын сол ізгі дәнін шәкірттерге себу дүниесімен жүрген. Ортақ іс деп ойлаймын. Әрине бәріміздің де көп. Дәл осы кезде сіздің айтқаныңыз елең еттіреді. Бұл ұлттық құндылықтарға бейжай қарау күнә деп айтқаныңыз. Адамға кәдімгідей әсерлі. Біз осы кезге шейін күнә жасап келген болып тұрмыз. Өзіміздің бар құндылықтарымызды бір жүйелі түрде білім саласында, тәрбие саласында және өмірдің басқа да салаларында енгізбегендігімізден біз қазір күнә жасалған адам сияқты сезінеміз өзімізді. Ал енді қараңыз, қазір өскелең ұрпаққа ұлттық құндылықтарды, ұлттық сананы қалыптастыру үшін біз неден бастау керек деп ойлайсыз, ағай? Біз қазір не қолымыздан келеді және біз не істесек нәтижеге жетсеміз қазіргі біздің мүмкіндіктерімізбен? Сұрағыңыз өте орынды. Енді мынау кезінде осы өмір бақи осы білім саласында жұмыс істеп келе жатқаннан кейін көп затты қазір салыстырмалы түрде қарайсыз. Өткеннің барлығын жаңағы мен өзім ойлаймын, өткенді жоққа шығаруға болмайды. Мен өткенді кенен деймін, қазіргіміз кемел деймін. Өйткені осыны арасын жік салмай, осыны дұрыс деңгейде өткізе білсек, сол дұрыс болар еді деп ойлаймын да. Өйткені осы енді адам баласы өзі дүниеге шыр етіп келгеннен осы бірінші сөзі осы балам 8 қырлы бір сырлы болса екен дейтіндей тілек болады. Осының астары неде? Осы балам 8 қырлы дегеннің өзі, бір сырлы дегеннің өзі сөзге тиянақты, бойына жаңағы ақылы сай болса дегендей тағы оны ұштастыра беруге болады ғой. Сондықтан да мынау өмірде көбінесе біз өсеміз, өнеміз, қанша істендірсең де тірлігінде жалға оңай емес, күнді күнге қойды. Тағдыр адамның ілініп тұр, ғұмыр адамның ілініп тұр, тағдырдың ашып жұмған кірпігінде дейді.
Сондықтан да дел сал болып уақытты босқа өткізбей, оларға ертеңгі дүниенің өтіп кететіндігінде емес, адам баласы пенде болып дүниеге келгеннен кейін әр уақытыңды дұрыстап пайдалана білгенің дұрыста. Қадыр Мырзалидің айтқаны бар, еш дүниені ертеңге қалдырма, ертең болса жақсы, а болмаса ше деп сұрақ қойған. Бұл астарда сөздің түйіні бар. Ешкім ертең өлем деп қарамайды, дүниеден озам деп қарамайды. Бәріміз пендеміз. Бірақ жарқын дүниені ашық осы берген Алла Тағаланың әр күнінде соны бір нұрландыра білетіндей, жандандыра білетіндей, соны жастарға үлгі дәрісін беретіндей дүние жасаған адамзат баласының парызы деп ойлаймын. Сондықтан да қазір мен өзі пікірталас дүниелері, әне күні біздің университетте осының төңірегінде үлкен бір конкурстар өткізді. Мен ішім жылып қалды. Ұнап қалды маған. Пікірталас деген бұл жақсы. Мынау пікірталастан жақсы дүние шығады. Бірақ пікірталас дегенде мен айттым болды, кестім үзілдімен жүруге болмайды. Адам қателеспейтін адам болмайды. Сондықтан да адам сүрінеді, жығылады. Мына атқа мініп шапқанның өзінде де аттың жорғалығын білмейсің, егер сол аттан құлап, ямаса мертікпей-ақ қой, соның ләззатын өзің мініп көрмесең, оны суреттеуге болмайдымыз. Өмірде де сол. Өмірде де сүрінесің, жығыласың, тұрасың. Сондықтан да осының барлығы өмірдің сабағы. Осынан тек қана жақсы жағын өзіңе пайдалануға тырысу керек. Қазіргі мынау ақпарат беттері, мынау қазіргі түрлі осы WhatsApp, енді әлеуметтік жүйенің ашық кеткендігі мені бір шетінен үрей туғызады. Неліктен? Адам санасы, ойы, әмсе бәр адамда бар. Бірақ аузымен екен деп жаңағы атам қазақтың айтатыны бар, аузымен кегені аузыңа ие бол, сары шығып көк шығатындай аузыңа келген сөйлей беруге болмайды дегендей. Мынау блогерлық дүниеменен әуестеніп, тым осы ашынып, дүниенің бәрін жоққа шығарып, мынау бұлай болады ау, мынау үйтеді ау дегендей бап жоқ. Тек осы ананы шапсаң мынау болады, мынаны жетсең мынау болады, мынауың дұрыс, мынаны ақ, мынаны қара деп бірден ашынып кетеді. Мен соған қарап өзім ойлаймын, Аллай, мен де осы қоғамның, мен де осы айтып отырған жастардың ортасында отырған адамзат баласымын ғой. Мен пікірталас деген осы. Сонда жаңағы бізде де ақыл ой бар емес пе? Неге кеңесіп осы пікір таластырып бір орта ойға келмеске? Осы орайда ағай, мынандай сұрақ туындап отыр. Әрине, жеті қырлы бір сырлы болып, ол сана сезімі толық адам болған, ол маңызды. Ал енді мына ғылыми прогрестің дамуынан, әлеуметтік желілерден, жан-жақтан келіп жатқан мына батыстың ақпараттарынан біз қалай сақтанамыз және қалай біз ұлттық болмысымызды осындай жағдайда сақтап қалу мүмкіндігіміз бар ағай? Не істесек дұрыс деп ойлайсыз? Ол былай. Мен мысалға қазір осы көп дүниелерді өзім, мысалға осы қазір көп еліктеу бар ғой. Мысалға Кембридж дейміз. Енді алысқа бармай ақайық. Сол бір ғана өзіндік білім дәрісінің бір үлгілі ошағы ретінде алады ғой қазір. Ал енді мен сізге айтайын, осы өмірде не байқадым мен? Кезінде Сорос деген үлкен қоғам болған. Опырмай, біз сол кезде осы біліктілікті арттыру, Қазақстанның түкпір-түкпірінде сол Америкадан келген оқымыстылар өзінше дәрістерін берді. Содан 5-6 жылдан кейін мен не байқадым? Бір 10 жылдан кейін не байқадым? Мынау дүниелерде сол біздегіден алған жақсы ұлттық құндылықтардың бәрін оқу әдістемелік үрдіске келтіріп, заманауи сұрауына байланысты. Адамзат баласы бірін қара, бірін сары, бірін қысық көз, бірін бадырақ көз бол. Адамзат баласы барлық жерде бір ғана білім нәріне аш. Соның бәрін сараптап, соның бәрін өзіндік жаңағы менмендікке салдырып, өз тарымызды өзімізге қуырып бергеніне мен өзім таң қаламын. Сол құндылық қаймағы бұзылмаған, сары алтындай сақтап келген дүниенің бәрі бізде еді.
мен қазақпын деп дірдектеп бойымда қазақтың қаны жүргеннен кейін, ұлттық намысым болғаннан кейін мен ол ұлтшылдыққа салынбай ақ қояйын. Бірақ енді ұлтым қазақ болғаннан кейін, өз сарымды өзімнің қуырып беріп отырғанды көргеннен кейін не демекпін? Тіпті әуелі Ресей академиясында да, Ресей білімдерінде де осы халықтық педагогика деп берген дүниелердің барлығы өзіміздікі. Мен айтайын сізге, осы халық педагогикасынан Серғазы Қалиұлы, Клара Жантөреқызы біз бірге істедік. Осы енді ғылымда тепсіп бірге өстік қой, асыр салып осы салқыласып өттік барлық дүниеменен. Сонда жаңағы үйіміздің бір таң қалған жағдайымыз болған. Мына Ресейдің пірі бар өздерінің, Волков деген. Бұл жаңағы халықтық педагогиканың енді пірі өздерінше. Түп нұсқасын оқып келгенде бұл азамат башқұр екен өзі. Түркі елінің өкілі екен да. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, мен түркі басқа ел деп айтуға мәжбүрмін, айтамын да, өйткені қандастарымыз, өзіміз біргеміз ғой енді. Сондықтан да негізгі ошақ, ұлттық құндылықтың негізі бізде. Сондықтан да осыған ие болғанымыз дұрыс деп ойлаймын да. Сондықтан да осының барлығын енді біз білім алдық, бойымызға қуат қылдық. Енді осының барлығын өзіміздікі екендігін дәйектілікке келтіріп, қызбалық емес. Кәдімгі ғылыми жолда, негіздеп, негіздегеніміз дұрыс та. Сондықтан да осындай жаңағы өкіметтік емес па, қандай ұйым құрып, өзіміз осы білекті азаматтар, білімді азаматтар осы жерге келіп кәдімгідей өзіміздің бойымыздағыны ортаға салып, осыны ары қарай жылжытсақ, осыны ары қарай дамытсақ, осыны ары қарай нәрлендірсек, онда мен ойлаймын, бұл әлі де кеш емес, кеш қалмайық, осыны қолға алғанымыз дұрыс болар. Сондықтан да алып ұшып, ести салып келгенімде сол. Шексіз алғыс. Іштегі шер, мен өзім студенттеріме лекция оқып, бәрін біткен кезде, енді кішкене бата емес ау, тілегім болады. Айналайын студенттерім, айналайын шәкірттерім, өмір бақи бір затқа аш болыңдар деймін. Тағамға емес, бетін аулақ қылсын. Білімге аш қарақ болыңыздар. Білімге аш болыңыздар. Білім көзіне, мен кезінде мынау Сағат Әшімбаевтың айтқан сөзі бар. Тоғышарлық принцип дейді. Адам мен білдім, мен тойдым, мен білемін дегенге келген бұл тоғышарлық принцип дейді. Сондықтан да білім нәріне нәрлену өмір жастың бұл жасына үлкендігіне қарамайды. Бойыңа қуат болатын дүние, әр жарық дүниені, әр сағатыңды осыған пайдалана білсең, онда сен нағыз бай қуатты адам боласың. Ол да менің досымның айтқан сөзі еді. Иә, ой ағай, керемет. Айтқан сөзіңізге тәнті болып отырмын әбден. Енді осы орайда, қымбатты достар, біздің ағайдың айтқан тілегінің жалғасы ретінде Қазақ ұлттық академиясының 5 қараша күні құрылған үлкен міндет мақсаттарының негізгі бағыты айқын болды деп ойлаймын. Егер сіздердің өз пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар. Әрине, бұл жерде ұлттық сананы қалыптастыру, ұлттық мінезімізден айырылмау, ұлттық әлеуметтенуімізден жаңылмау негізгі мәселе болып отыр. Осы орайда біздің зиялы қауымның, ағай, сіз өзіңіз сияқты зиялы қауымның қатысуымен, басшылығымен, жол көрсетуімен осы ұлттық құндылықтарды методологиялық, іргелі және қолданбалы тұрғыда негіздеп, оның ұмытылып, бұрын өшуге таяп қалған тұстарын қайта жандандырып, және осы өскелең ұрпаққа таратуды міндет қылсақ деп ойлаймын. Және осы жерде өзіңіз сияқты ағаларға арқа сүйейміз. Енді бұл жерде тағы да бір айта кететін, енді дүниеден озған азаматтар жаңа еске алып отырмыз ғой. Мен өзі өмірдегі бір бақытты жанмын деп санаймын. Өзі осы Мәжит Мұқанов деген кісі болған. Бұл Тәжібаевтан кейінгі қазақтың бетқұстар психологы. Марқұм кеше Құбығұл Жарықбаев ағамыз
өмір бақи сол жаңағы, әй Берікжан, сен ана Мәжиттің қасында жүріп жаңағы нәрленгенсің, сен құр бол жүрме, бірдеңе жазып жүр дегендей ылғи айтып жүруші еді жарықтық. Сондықтан да өзі бір конференция өткізіп, тынымсыз, енді жасайтындай жасады ол кісі. Бірақ сонда да мен сол кісіге енді әруағы риза болсын, ойлаушы едім. Сол жан жолдасы өзінің Серғазы Қалиұлы бар. Одан кейін мына сатып алды, жастай кетіп қалды. Өзі көкірегі шот. Мынау адам тісі жылдан түңілме дейді. Мынау еш уақытта өмірге түңілген адам емес сатып алды. Ылғи жарқын мінезді жүретін, күлімдеп, осы бір сөздің өзінде ғылыммен үйлестіріп, білімдарлығыменен адамды үйіріп алатын сондай. Әнеугүні сіз осы кісінің есімін айтқанда өзім іштей ылғи кейде ойлап жүрем, сондай өзім нәрленіп қалдым да. Сондықтан да жаңа Клара Жантәре қызы бар. Осының барлықтары енді не айтайын. Кешегі осы қызметтегі жүрген, лауазымдағы жүрген адамдар көбінесе айналыспайды емес, енді қолдары да тимей шығар. Бірақ дүниеден озған Шәмші Көпбайқызы. Мен айтайын сізге, бұл кісіні 90-шы жылдардың басы, 80-шы жылдардың соңы, 90-шы жылдың басы әлі кеңес үкіметі дүркіреп тұрған кез. Сол кезде министріміз Шайхистан Шаяхметұлы сонда жаңағы студенттердің айтысын ұйымдастыру мәселесі. Сонда мынау Елена Әбдіхалықова, тағы басқа біраз азаматтар қанаттанып өскендері не куә болдым да. Иә, сондықтан да сол кезде әлгі сиқырлы қазан, ізбасарлар, Бауыржан Момышұлының патриоттық тәрбиесін жалғастыру, соны түйінде өтіп, сол кезде мен өзім ойлайтын осылар, осының басы түйіні неде екен деп. Сонда жаңағы сиқырлы қазанның төңірегінде бәрі ұлттық құндылықтар болды. Жаңағы іс-шаралардың бәрінде ұлттық құндылықтар болды. Сонда сол кеңес үкіметінде соның барлығын батыл белінен басқандығы. Ал бас мұрындық болған бәріне Өзбек Әлжанбеков ағамыз еді. ЦК-ның хатшысы. Сонда сол кісінің жаңағы ұлттық құндылықтары, мынау бүкіл республикамыздағы мұражайлардың бәрін орнына келтіруі, түрлі құлаған күмбез аталарымыздың, бабаларымыздың рухтарын жандандырып қалыпқа келтіргендігі, музей реставрация деп, соның барлықтарын жандандырғаны, сондағы жаңағы оюларымызға жан бітіргендігі, соның өзі осы күнге дейін менің бойымда үлкен азықта, әлі де солардың нәрленем. Сондықтан да осындай дүмпулер болды да, енді сол арғарай сөнбес екен, арғарай жалғасын тапсы екен. Мен ойлаймын, қазір енді сол кездегі боз балалар біз, қазір өзімізде көкірегіміз шот болды ғой. Енді осының бәрін құпия өзіміздің бойымызда ғана қалып қойғаны бұл үлкен жаңа күнәға күнә болар. Сондықтан да қазір осы бірауыздылық жасап, бір жеңнен қол шығарып, осының бәрін бір дүниеге келтіруіміз, арқарай жүйелі күйеге келтіргеніміз дұрыс болар деп ойлаймын. Мен мына Абай атындағы университетте жұмыс істеймін деп айттым ғой. Соның анау бастауыш мектеп кафедрасында дәріс беремін. Сонда кәдімгі өзіндік жоспарда ұлттық құндылық деген пән ретінде енгізілген. Мен соған қарап, өзім мысалы кафедра меңгерушісі, сонда Әзия Елупанқызы, осындай жандарға да, енді олар енді біздің артымыздағы қазір жастарымыз ғой, соларға қарап өзім ойлаймын да, ай жоқ, бекер емес екен. Ат тұяғын тай басады деген осы болады шығар. Сондықтан да осындай дүниелер бар, енді тек қана өз жерде ғана айтып отырған жоқ. Жалпы қозғалыс бар. Бірақ соларға демеу, жебеу болатын батыл бір ұйым керек, ол осы өздеріңіз бастап отырған дүние шығар. Тек сәттілік тілеймін. Ағай, сіздің дәл жаңа осы айтқаныңызға мен қосыламын. Ұлттық
ұлттық құндылықтарды педагогиканың негізі болу керек деген ойыңызға. Осы туралы кеңірек айтсаңыз. Бұл мысалға енді осы ұлттық құндылық деп отырмыз ғой. Осының өзі бұл енді сан салалы болу керек. Бұлда өнерің бар. Бұнда жаңағы енді барлығы бір бұл енді жатқан енді қайнар бұлақ қой. Мынау қазақта мақал бар. Осының бәрін құндылық деп алып алып, мына бұлақтың таза суына нәрленеміз. Бірақ соның батпағына да табынатынды ұмытпа дейді. Сондықтан деген біз батпақты айналып өтетін жол іздеу керек қой енді. Жоқ, батпақтың өзі де нәр болады ғой. Өйткені бұлақ, қандай бұлақтың суымен нәрлендік? Яғни үлкен буынның берген таза білім нәріне. Ал енді біз сол судың өзі батпақ болмаса таза бола ма? Батпақтың өзінде де қуат бар ғой. Батпаққа да табынатының дейді. Бізде енді сондықтан да мынау әр сөздің бір түйін, тобықтай түйіні болады. Айтайын дегенім, осы қазір бізде ашығын айтсақ, педагогика деп айтқанымызбен де, қазір педагогиканың төңірегінде өнер жалғастырып, арт педагогика деп жатыр. енді заман ағымы шығар. Кондуктивті педагогика. Ол енді көп енді. Ол адамның жаңағы креативтік дейді, көзқарасы, оның барлығы құндылықтан шығады. Егер сенің ішкі дүниең сайрап тұрмаса, сенің креативтігің бәрі бос кетеді, бос дүние. Еліктеу ғана болады. Еліктеу деген ол кәдімгі мынау үлкен шамның алдында ұшып жүрген көбірек сияқты. Жанасың ба кетесің болды, елпілдеп болды. Барын жоғын ұмытады. Ал осының бәрі, құндылықтың бәрі қалу үшін бір елеуден өткен осы дүниелердің барлықтарынан біз қазір өзі энциклопедия жасаймыз ба? Я болмаса педагогикалық жаңағы мәдени мұраның жалғасы сияқты. Осындай құндылықтың барлығын. Сондықтан да мына суретшілер қауым өздерінің суреттерін дәріптеп тағы басқа дегендей. Енді бейнелеу өнерінің өзін сөйлету керек, ол үшін ғылыммен ұштастырғанымыз дұрыс деген сияқты. Музыка өнері, мен жаздым, міне музыкам дейді, бірақ соның өзі исін аңқытып сөзбен келтіретін кім? Сондықтан да біздің осы нәрленген көкірегі шот азаматтарымыздың барлықтары ғылым мен білімді ұштастырып, тәрбиені біріктіріп, Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбиесіз дүние болмайды. Осының барлығын ұштастырып, жаңағыдай қомақты дүниелер жасаудың уақыты келді. Соны жасамасақ, бағамыз нешік, ертең ұрпаққа не қалады? 21-ші ғасыр, міне 21-ші ғасырдың 20-сы жылы өтіп кетті. Ал ана жылғы 21-ші ғасырдың қанша уақытын бос өткізіп алдық. Сондықтан да қазір кішкене еліміздің тәуелсіздігі 30. Күндер зымырайды, жылдар зымырайды, өтіп жатыр. Сондықтан да осындайда қазір бір ауыздан жең, бір қолдан жең, бір бастан жаңағы жеңнен бас шығаратындай жағдайға келді. Сондықтан да айтатыным тек осы барлық қауымға алдыңа ас қойдым, қолымды бос қойдым дейді. Сондықтан да осыны кірісіп, осы болашақтың нәрі, осы бойға қуат болатындай не жасауымыз керек. Рахмет ағай. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Асыл ойыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Сізден біздің тыңдармандар да өзімізде аларымыз көп, көш бастап алдымызда бас болып жүре беруіңізге қайғашан тілектеспін. Рахмет көп. Ал қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше. Рахмет.